Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында картошка по-деревенски жасаймыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Бізге қажетті заттар: жас картоп, укроп, специя және сарымсақ. Картоптың қабығын аршымай, жақсылап жуып тазалап дайындап қоямыз. Картоптың барлығын осылай турап шығамыз. Міндетті түрде жас картоп болу керек, сол кезде жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Осылайша барлығын турап алып, шұңғыр ыдысқа салып қоямыз. Келесі кезекте укропты ұсақтап тураймыз. Енді специямыздың үстіне укропты салып, 3 қасық сұйық май құямыз. Сарымсақты ұсақтап үстіне қосамыз. Бір қасық тұз және дәміне қарай қара бұрыш себеміз. Барлығын жақсылап араластырып, картопқа саламыз. Соусымызды картопқа салып, қасықпен жақсылап араластырып шығамын және 5-10 минутқа қойып қоямын. Енді пергамент қағаз төселген формаға картопымызды тізіп қойып шығамыз. Бір-біріне тиіп тұрмау керек. Арасы 1 сантиметрдай болу керек. Осылай барлығын тізіп қойып шықтым. Енді қызып тұрған духовкаға 180 градусқа жібереміз. Неке достар, біздің картошка по-деревенскіміз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз және пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Келесі видеоны өткізіп алмау үшін міндетті түрде каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Сау болыңыздар.